Біз айттық, біз қазір мына Алтын Орда Бозарық біздің клиникамыз. Бұл жерде біз өзіміздің ескі түркі халықтарының методтарын істедік, адамдарды безлекарственный подходпен емдеп жатырмыз. Кім дәріні ішіп күйген болса бізге келе берсін. Так? Безлекарственный подходпен емдеп береміз адамдарды. Енді бүгінгі біздің тоқтайтын темамыз образ. Так, біз айттық, Ибн Синаның 4 қағидасы бар дедік. Бірінші Аллаға сену, екінші мижаз теориясы, үшінші образ жизнь теориясы, төртінші бұл духовный состояниесі. Бүгін тоқтайтын темамыз образ жизнь. Так, адамның денсаулығына образ жизньнің қандай парқы бар? Қандай несі бар? Знаниясы бар. Значит, біз айттық, егер ауырсаң, бірінші диетаңды турла дедік. Біз диетаны айтып өттік қазір. Екінші, одан түзелмесең, образ жизньді турла. Значит, жүріс-тұрысыңды турла. Одан қалса лекарство іш. Образ жизньға қалай қарай керек? Образ жизньға қалай көңіл бөлген Ибн Сина? Бұл жерде образ жизнь бірінші бұл жүріс-тұрыс, ұйықтау, тұру, жүру, қанша километр жүру, қай уақытта ұйықтау, қай уақытта тұру, тамақ қай уақытта жеу керек, қандай тамақ жеу керек, сол туралы келеді образ жизнь дегені. Енді бірінші ұйқы мәселесін тоқтайық. Ұйқы мәселесі, ұйқының қаншалықты адамға керектігі бар. Ұйқы ең бірінші орында тұратын нәрсе. Адам ұйықтаған кезде демалады. Адам қалай ұйықтау керек? Адам ерте жату керек, ерте тұру керек. Ең главный формуласы сол. Ерте жату керек, ерте тұру керек. Енді ұйқы қанша болу керек? Ұйқы 7 сағат, 8 сағат нормада болу керек. Енді бізде қалай болады? Бізде сағат 10, 11, 12, 1-ге кетіп қалады. Потому что қолда мынау телефон кіреді. Мына телефонға бір қарағаннан кейін бітті. 9-дан кейін егер сотка телефонды ашатын болсаңыздар, сіз 11-ге кетіп қаласыз, ұйықтамай қаласыз. Азанда кейін тұрамайсыз. Тұрғаннан кейін күнімен денеңіздегі қуатыңыз кетіп қалады. Адам ұйықтаған кезде адамға қуат келеді, қуат. Энергияны қайдан алады адам? Адам ұйықтаған кезде алады энергияны. Соның үшін ұйқының мәселесі бірінші орында тұр. Рол ойнайды. Екінші, адамның физкультура, яғни қимыл әрекеті. Бір күнгі нагрузка здоровый адамға 10 километр екен. Енді біздің қазір қандай адамдар? Біз Японияға барғанда таңғалған жеріміз, Японияда машинесі бар адам жұмысқа бармайды екен да. Потому что машинеде жүре алмайсыз. Бізде машинесі жоқ адам жұмысқа бармайды да, Шымкентте. Вот интересно. Без машина жұмысқа бармайсыз бізде. Соның үшін біз бәріміз машинеге үйренгенбіз. Азанда тұрдыңыз, тамақ жедіңіз, машинеге міндіңіз, кеттіңіз. Енді азанда көп адам физкультура жасамайды. Азанда тұрған кезде бірінші біздің неміз адам дене шынықтырумен байланыстыру керек. Дене шынықтыру болған кезде де енді адам жасына қарап болады. Егер қария адам болатын болса, оның нормасы аздау болады. Орта жастар болса, индивидуальный, әркімнің өзінің физкультурасы бар. Оны қазір бәрін айтып өтпейміз. Главный айтатынымыз, обязательно таңертең дене шынықтыруға адам уақыт бөлу керек, қажет. Дене шынықтыру болғаннан кейін обязательно контрастный душ қабылдау керек. Контрастный душ дегені холодный, горячий вода. Бірінші горячий, потом холодный, потом горячий, потом холодный, потом горячий. Обязательно горячийден бастайсыз, горячийден көтесіз. Организміңіз бодрый жүреді, бодрый. Так, бұл сіздің организмге целый денге энергия береді. Бұл екінші, бұл дене шынықтыру. Екінші мәселе. Енді үшінші мәселе, адамның тамақ жеуі қалай болады? Енді тамақ жеген кезде тамақтың тамақтану бар екен. Адам азанғы тамақты өзің жедейді, әбіткіні досыңнан жедейді, кешқұрымы дадай врагу дейді. Біздің қазақбайский қалай? Біздің қазақбайский кешқұрымы сағат 8-де 5 бармақ піседі, сағат 9-да 5 бармаққа тойып алады, соған қарнын ыңғылдап жатады ғой тамақ, әзім қыламастан. Өзі 6-тан кейін тамақтану мүмкін емес екен. Азанғы тамақтың көбін таңертең сағат 9-ға шейін жеу керек, әбіткісін орташасын жеу керек, кешкісін 6-тан кейін тамақтанбау керек. Ең аз тамақ кешке болу керек. Соның үшін тамақтың тәртібі сондай. Енді тамақтанғанда мижазға қарап тамақтану керек. Жаңа айтып өттік оны. Егер денеңізде мижазыңыз ыстық болатын болса, суық тамақтарды араластыру керек болады. Обязательно тамақ жеген кезде адам тамақтардың мижазын араластырып жеу керек. Значит, обязательно ет жеген кезде овощ, фрукты қосу керек. Сонда тамақтану керек болады. Енді су мәселе, су. Бір күнде қанша су ішу керек? Адам таңертең тұрған кезде дене шынықтырудан алдын обязательно 200 грамм жылы су ішу керек, потом дене шынықтыру бастау керек. Сонда адам терлейді. Адам дене шынықтыру жасаған кезде легкий тер шыққанша жасау керек. Сонда өте пайдасы үлкен болады. Бұл дене шынықтыру.
Енді қандай мәселе қалды? Тамақтанудың тәртібін айттық біз. Азанда көбірек, әбітте жаңағы досыңа бер дейді, кешқұрымғы тамақты отдай врагу дейді. Бұның да өте маңызы үлкен екен. Тамақтанудың уақыты, сағаты. Міне бұның бәрі образ жизнь. Образ жизньге және кіреді. Образ жизньге және адамның жүріс тұрысы, ойы, санасы, мына жүрегіңіздегі ойыңыз. Адам образ жизнь турлау үшін мына жүрекке Алла Тағала қаяқта отырар екен? Алла адам жүрегінде отырар екен, жүректе. Енді Японияда операция қылған, жүрек, искусственный жүрек қойған. Ол искусственный жүрек адамның бәрі депрессиямен ауырған ғой. Оказывается, мына искусственный жүрекке Алла Тағала отырмайды екен. Отырмағаннан кейін адам депрессияға түсіп қалады екен да. Ол адамға ешқашан өмірдің қызығы болмайды екен да. Ол просто робот жасар екен да. Тамақ жейді, жатады, тұрады, болды, өмірдің қызығы жоқ. Енді адам қашан бақытты сезінеді? Қуанышы сезінеді. Қашан адамның жүрегіне мінерге Алла Тағала отырса, сонда ғана сезінер екен. Енді адам енді біреулердің жүрегінде Алла Тағала бар екен, біреудің жүрегінде Алла Тағала жоқ екен. Бұл ақиқат. Егер кімнің жүрегінде Алла Тағала жайғасқан болса, ол намазын оқыса, 5 уақыт намазын оқып, Алланың жолымен, шариғаттың жолымен жүретін болса, оның жүрегінде Алла орналасқан болар екен. Ол анау нәрседен қорқпайды екен. Ол адам өлімнен қорқпайды екен. Анау жағдай болса қорқпайды екен. Анау болса айтар екен. Алланың бұйрығы болады дер екен. Енді мінеде Алласы жоқ адам ертең жаңбыр жауады десе уже кетер екен ғой. Ертең жаңбыр жауса үйінің басын, крышкасын су басып кетсе, балам жолда бір нәрсе болып қалса, кет, соған ұйқысы бұзылады, ертең ауырады екен ғой. Соның үшін мінерге Алланы орнату бұнда образ жизньға кіреді. Екінші образ жизнь. Адам образ жизнь шариат бойынша жүрсеңіз, тоже образ жизнь. Намаз, ораза, бұлардың бәрі образ жизньға кіреді. Біз бәріміз мұсылман адамдармыз. Оразаның өте үлкен пайдасы үлкен. Намаздың өте үлкен пайдасы үлкен. Намазды қай уақытта тұрып оқиды? Күн шықпай тұрып оқиды. Кешқұрым қашан төгіледі? Күн батқанда төгіледі. Соның үшін намазға кірген адамның уже образ жизнь тур болып қалар екен да. Ол сонан жүрер екен. Бұның барлығы образ жизньға кіреді. Егер адам Алланың жолында жүрсе, жүрегінде Алла болса, Құдай Тағала оны сақтайды екен да. Түрлі пәлекеттерден, түрлі қателіктерден. Егер ол болмаса, адам қисық жолмен жүрсе, арам жолмен жүрсе, жаңағы нейді, арам істерді қыста, тур жолмен жүрмесе, ол өзі бар бір күн шұқырға түсіп кетеді ғой. Соның үшін біздің мұсылман кездікте өте әңгіме көп, шариғатта өте әңгіме көп. Біз бұған өте қатты көңіл бөлу керек. Бұның бәрі жаңағы образ жизньнің бір бөлігіне кіреді. Соның үшін тілейтін тілегіміз ауырмаңыздар, барлықтан жас тілейміз. Так, енді ауырмаудың әрекетін жасау керек та, дәрі ішпеудің әрекетін жасау керек. Соны қыса болады.